Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен чизбургер деп аталатын пирог жасайтын боламыз. Бұл пирогты мен 2 күн қатарынан жасадым. Жасап көріңіздер, балаларыңызды өзіңізде бағалап, мен секілді жиі жасайтын боласыз. Ендеше алдымен қамырын дайындап аламыз. Қамыры бізде қатпарлы қамырдан жасалынады. 160 грамм суға шай қасықтың ұшымен қант, жарты шай қасық тұз бен сірке суы, яғни уксусты құйып араластырамыз. 350 грамм ұнды електен өткізіп, дайындап қойған суды және 25 грамм еріген сары майды құйып, қамыр илейміз. Суы жетпесе сәл-пәл су құйыңыздар. Иленген қамырды тыну үшін тоңазытқышқа салафанға орап жарты сағатқа қоямыз. Жарты сағаттан соң екіге бөліп жұп-жұқа қамыр жаямыз. Құрметті менің көрермендерім, арнама қолдау білдіріп лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Поделиться кнопкасын басып таратып қойыңыз. Сіздердің қолдауларыңыз менің арнамның дамуына өз үлесіңізді қосып, дамуына үлкен жол ашасыз. 2 қамырды жайып алған соң 80 граммда еріген сары майды қамырға жағып шығамыз. Екінші қамырды бірінші қамырдың үстіне қойып, оған майымызды жағамыз. Қамырдың ең шетінен бастап орап шығамыз. Видеода түсінікті көрсетілді деп ойлаймын. Енді осы қамырды пакетке орап, тоңазытқышқа кемінде 2 сағатқа, ал 1 түнге қойсаңыз одан да жақсы болады. Шамамен 2 сағат өткен соң салмасын дайындаймыз. Пиязды сарғайғанша қуырып алған соң, сарымсақты, тартылған етті салып, шамамен 1-2 минутта қуырып алып, тұз, қара бұрыш, ащы қызыл бұрыш, яғни дәмдеуіштерін саламыз. 1-2 араластырып, болгар бұрышын салып, отын өшіремін. Бұл жерде қатты қуырудың қажеті жоқ, еті жартылай піссе болғаны. Видеода бәрі түсінікті түсіндірілді деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып қойыңыз. Мен сізге міндетті түрде жауап беремін. Қамырын 2-ге бөлемін, біреуі сәл үлкенде болуы керек. Мен 28 сантиметрлік формада пісіремін, қамырды да соған шамалап жаямын. Қамырдың қалыңдығы шамамен 1 сантиметрде болды. Алдымен қолымызбен жақсылап жайып аламыз, сосын оқтаудың көмегімен жаямыз. Мен бұрын соңды қатпарлы қамырдан пирог жасап көрмеппін, өте керемет болады екен. Сөзіме сеніп жасап көріңіз. Мен сіздерге бір жасағанда шығатын оңай рецептермен бөлісуге тырысамын. Пирог пісіретін қалыпты жақсылап майлап алыңыздар. Осындай биік қалыпқа пісірсеңіздер, пирог қатпар-қатпармен пісіп өте әдемі көрінетін болады. Ең астына үлкендеу қамырды салып, жақсылап орналастырамыз. Ең астына кетчуп немесе томат пастасын салып, қасықтың көмегімен жақсылап жағып, жайпалап шығамыз. Барлық жеріне біркелкі етіп жағып шығыңыздар. Осының үстіне тартылған етіміз саламыз. Егер формаңыз кішкентай болса, тартылған еттің барлығын бірдей сала салмаңыз, семей қалуы мүмкін. Енді кезекте дөңгелектеп жіңішке туралған қызанақты орналастырып шығамыз. Қызанақтың үстінен шикі пиязды қойып шығамыз. Мен осылай жарты айшық ет турап алдым. Дөңгелектеп немесе 4 бұрыштап турап алсаңыздар болады. 2-3 дана маринадталған қиярды үкіштің ірі көзінен өткізіп, немесе домалақтап турап қойсаңыз да болады. Ең бетіне ірімшікті турап қоямын, қалауыңызша үкіштің ірі көзінен өткізуге де болады. Екінші қамырмен бетін жабамыз. Шеттерін біріктіріңіздер жақсылап, әйтпесе ашылып кетуі мүмкін. Бетіне бір жұмыртқаны немесе тек сарысын ғана жарып, кисточканың көмегімен барлық жерін жан-жағын қалдырмай жағып шығамыз. Ішіндегі ауасы шығып тұру үшін тіс жұқитын таза таяқшаны алып, бетін тесіп шығамын. Бетіне әсемдік үшін күнжіттің ағында қарасында сеуіп шығамын. Алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 40 минутқа қоямын. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді сочный болып шықты. Атына заты сай пирог екен. Бұл пирогтан соң басқа етпен жасалған пирогтар жолда қалатын сияқты. Жасап көріп, пікіріңізбен бөлісіп қойыңыз. Сізге ұнайтынына кәміл сенемін. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Айгерім.